Бүгін біз чак-чак әзірлейтін боламыз. Ол үшін 4 жұмыртқаға разрыхлительді қосып араластырамыз. Оған ұн қосамыз. Жақсылап араластырып, қамырды илейміз. Илеп болғаннан кейін тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан алғаннан кейін қамырды екіге бөліп, жұқа қылып жаямыз. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп пласттарға бөлеміз. Ол пласттарды екі жағынан ұн сеуіп қоямыз. Пласттарды қабаттап қойып, осылай жұқа-жұқа етіп тураймыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін видеода көрсетілгендей етіп қолымызбен арасын ашамыз. Чак-чактың қамырын қызып тұрған майға қуырамыз. Майға салғаннан соң араластырамыз. Араластырмайтын болсақ, арасы піспей қалады, немесе кейбіреуі күйіп, кейбіреуі піспей қалуы мүмкін. Өте тез қуырылады, сондықтан да байқап тұрған жөн. Сироп әзірлейтін боламыз. Ол үшін қазанға қантты саламыз. Оның үстіне су құйып, отты көбейтетін боламыз. Оның үстіне медті саламыз. Содан кейін көпіргеннен кейін отты азайтамыз. 10-15 минутта піседі. Ыстық қуырылған чак-чакқа сиропымызды құямыз. Міндетті түрде ыстық болу керек, әйтпесе жабыспай қалуы мүмкін. Жақсылап араластырамыз. Формамызға салып, қолымызбен басамыз. Қаттырақ басамыз, және де қолымызды сулағанымыз дұрыс, өйткені күйіп қалуы мүмкін. Салқын жерге немесе тоңазытқышқа салып қоюға болады. 1-2 сағаттан соң алатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.